Бейнеролик Brixbet компаниясының қолдауымен түсірілген, тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативтік қызмет және де жедел төлемдер. Қысқасы спорттан хабарларыңыз болса және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. Brixbet сілтемесі төменде. Топ клубтардың символикалық құрамаларын шығарған сәтен бастап, көпшіліктеріңіз Мадридтік Реалдың құрамын шығаруымызды өтінген болатынсыздар. Осыған дейін арнамызда Барселонаның, Ювентустың және Челси мен Манчестер Юнайтедтің құрамы шықты. Келесі кезекті Мадридтік Реал жалғастырады. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Қақпашының позициясын сөзсіз Икер Касильяс алады. Ақжейдеде өткізген 25 жылда Икер Мадридтік Реалдың символдық ойыншыларының біріне айналды. Бланкос пен Икер 18 рет титулдың чемпион атанды. Оның ішіне әрине 5 Испания чемпионаты мен 3 чемпиондар кубогы де кіреді. Касильястың Реалдан кетуі көпшілігіміз болжағанда іске аспаса да, Икер сонда да Мадридтік жанкүйерлердің жүрегінде көпке дейін қалары сөзсіз. Қорғаушылар төрттігін Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Пепе және Марсело құрайды. Карвахальдың өте үлкен еңбек қорлығы Мадридтік Реалға соңғы 5 жылда 4 чемпиондар кубогын сыйлады. Испандық футболшы әр матчте оң жақ қорғанысты өте берік сақтап, шабуылға да жиі араласады. Бланкостың негізгі құрам сапында өткізген 6 жылда Дани 13 рет титулдың жеңімпазы атанды. Орталық қорғаушылар дуэті әрине Серхио Рамос пен Пепе. Португалдық центр-бэк 10 жыл бойы Реалдың берік қорғанысын қамтамасыз етіп, қарсылас команда шабуылшылардың қорқынышы болатын. Ал Серхио Рамостың ерекше харизмасын сөзбен жеткізу өте қиын. Испандық футболшы өте көп қызыл қағаздар алса да, оның орнын командаластарына беретін ерекше мотивациясымен соңғы минутте соғылған фантастикалық голдармен толтырады. Серхионың 93 минутте соққан 2 голы Мадридтік Реалға 2 евро титул сыйлады. Ал Барселонаның, Депортивоның және Бетистің қақпасына соққан голдары 2017 жылы көптен күткен Испаниядағы чемпиондықты сыйлады. Сол жақ қорғанысты әрине Марсело алады. Роберто Карлос өз кезінде Мадридтік Реалдың көшбасшыларының бірі болса да, оның топ формасы өте көпке ұзамады. Ал әрқашан күлімдеп жүретін Марсело топ деңгейдегі футболды 2007 жылдан бері көрсетіп келеді. Шыны керек, осы маусымда бразилиялық футболшы негізгі құрамдағы орнын Серхио Регилонға беріп қойды. Алайда Марсело қайта формасына оралады деген сөзге ешқандай да күмән жоқ. Жартылай қорғаныс үштігін Зинедин Зидан, Клод Макелеле және Гути құрайды. Зидан Реалға 2001 жылы келіп, Реалды толық өзгертті. Бланкос пен Зизу 6 турнирдің чемпионы атанып, тарихқа аңыздоншы ретінде қалды. Ал оның соққан феномендік голдары Реалға әрқашан ұмытылмас жеңістер сыйлайтын. Орталық жартылай қорғанысты сөзсіз Клод Макелеле алады. Француздық футболшыны қазіргі кезде Кантемен жиі салыстырып жатады. Себебі екеуінің де алаңдағы міндеттері бірдей. Қарсыластың шабуылын тоқтату. Мадридтік Реал мен Макелеле небәрі 3 жылда 7 рет титулдың чемпион атанды. Сол жақ жартылай қорғанысты Гути алғаны жөн деп шештік. Рауль Реалдың жүрегі, ал Гути жаны деп жатады. Сондықтан испандық футболшы осы позицияға әбден лайықты. Бланкос сапында Гути 15 рет титул жеңіп, патшалық клубтың тарихына үздік хавбек ретінде қалды. Шабуылшылар үштігін Рауль Гонсалес, Криштиану Роналду және бразилиялық нағыз Роналду құрайды.
Рауль Реал сапында 16 жыл өткізді. Осы 16 жылда испандық футболшы тура 16 титулдың чемпионы атанды. Рауль Реал кетер кезінде қоштасу матчын жасамаса да 2014 жылы қатесін түзеп Альсат клубымен бірге Раульді шығарып салды. Бұл күні тіпті Роналду Рауль тұрғанда 7-ші нөмірді киюден бас тартты. Мадридтік жанкүйерлер үшін аса маңызды күн. Сол жақ шабуылды сөзсіз Криштиану Роналду алады. Бланкос сапында өткізген 9 жылда португалдық шабуылшы 15 титул жеңіп, Реалдың соңғы жылдардағы доминациясына үлкен үлес қосты. Криштианудың Мадридтік Реалға сіңірген еңбегін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Себебі Роналдудың арқасында Реал тек қаржылай және титулдар жағынан ғана емес, маркетинг жағынан да қатты көтерілді. Және де орталық шабуылшы нағыз Роналду. Бразилиялық шабуылшы 2002 жылы Реалға ауысып, Бернабеу жанкүйерлерінің көзайымына айналды. Роналду жай ғана футболшы емес, нағыз ер жігітке тән берілмеудің, табандылық пен қайсарлықтың белгісі. Себебі мынандай жарақаттардан кейін екінің бірі қайтадан қатарға орала бермейді. Реал тарихындағы үздік бапкер әрине Зинедин Зидан. Зизу ешқандай да тактиканың генийі болмаса да, өзін дене шынықтыру пәнінің мұғалімі еместігін 3 жылда дәлелдеп берді. Оған тек қана 3 чемпиондар кубогы ғана емес, жалпы 2,5 жылдағы 9 титул дәлел. Екінші оралғаннан қандай үміт күтетіндеріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Ал Мадридтік Реалдың тарихындағы үздік футболшы әрине Криштиану Роналду. Бұны тек оның феномендік ойыны мен голдары ғана емес, фантастикалық статистикасы да дәлелдеп отыр. Небәрі 9 маусымда Криш 438 матч өткізіп, 451 гол соқты. Және де 15 ірі титулдың чемпионы атанды. Символикалық құрама тек 21 ғасырдағы ойыншыларға қатысты. Егер де жалпы тарих болса, Сантьяго Бернабеу, Альфредо Ди Стефано және Ференц Пушкаш сияқты ұлы ойыншылар болар еді. Келесіде қай клубты негізге алу керектігін комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Арнамыздың басқа желдегі парақшаларына жазылып, бізбен бірге болыңыз. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында. 더 이상 내일은 없을 것처럼 나의 1분 1초도 눈물 대신 추억으로 세워갈게. 사랑은 내일이 안 올 것처럼 사랑을 다시는 못 볼 것처럼 세 살이 돋아